Австралиялық кенгуру, сібір аюы және американдық нанду. Қарағанды хайуанаттар бағы көктем мезгілінде тағы бір ерекше жануар түрімен толықты. Бірі ұзақ қыстан кейін дүниеге келсе, енді бірі жақында сатып алынған. Толығырақ сюжеттен көріңіздер. Сұр түсті кенгуру жұбы енді қатарының толыққанын адам көзінен жасыра алмайды, себебі баласын өлшеміне байланысты қалта сөмкеде жасырып жүру мүмкін емес. Кішкентай кенгуру мезгіл тұмсығын, кейін аяқтарын көрсете бастаған. Енді тек сөмкесінен толықтай шығып, емін еркін қадам басқанын күту керек. Бұрын болмаған бұл біздің зоопаркта вообще болмаған. Қазір келіп міне уже екі ай болды. Білгенбіз, ішінде баласы бар екен, алдында біліп жүрдік. 2 ай болды басын шығарғанына, 6 айлығында басын шығарады бұлар. Содан кейін қазіргі күні шығып жүр. Шығады, тамағын қорықтанады. Анау жұмыскер қыз бала бар осында, сол қыз бала өзі тамағын береді осыған кішкене ет. Бірақ әлі сүтпен қорықтанады көбінесе. Ал бұл кішкентай ғана сүйкімді кенгурудың бейнесі. Өз қимылдарына әлі сенімді емес жануар қазірдің өзінде есейгені көрініп тұр. Анасынан әлі алысқа кетуге қорқады, ал қатты дауыс естісе, үйіне әрі қорғанына айналған анасының сөмкесіне тығылып қалады. Жейтін тағамы да сонда орналасқан. Естеріңізге сала кетейік, бұл экзотикалық жануар түрін көршілес Ресей мемлекетінен алдырған, ал негізгі шыққан жері Израиль. Мына келетін көрермендерге де халыққа келгендер көп тұрып байқап аңдып тұрады. Енді қазірдің өзінде басын ғана шығарады, аяғын шығарады, былай шықпайды. Негізі шығып көрдік, шыққанын, жүргенін көрдік біз. Сонымен қатар хайуанаттар бағында американдық нанду пайда болды, және оны австралиялық түйеқұстармен шатастырудың қажеті жоқ. Біздің түсірілім тобы оларды Қарағанды хайуанаттар бағына алып келген күні бірінші болып көрді. Түйеқұстар жаңа қоршаумен жабдықталды, ал олар өздері Шымкент хайуанаттар бағынан көшіп, басқа мекенге қоныс аударғаннан кейін күйзеліске ұшырады. Бұл таңғажайып құстар хайуанаттар бағының коллекциясын сөзсіз безендіреді. Бұл түйеқұстардың бірі екеуі ұрғашы. Еркегінің мөлшері мен түсі ұрғашы түйеқұстарға қарағанда айқын ерекшеленеді. Хайуанаттар бағындағы қоңыр аю да қонжық ертті. Жұмысшылардың айтуынша, қонжық қаңтарда дүниеге келген. Алғашқыда әлсіз дауыстар естілді, бірақ жаңалықты барынша жасырын ұстады. Ал қазір қонжық та айналаға өзін таныстыруға шықты. Диас Елемес, Зұлқарнай Есмахаев, Равиль Валеев, 5-ші арна.